Қайырлы күн баршаңызға, бұл менің каналыма қош келдіңіз. Жаңадан қосылған оқырман болса, сіздерге бүгін 4-ші сынып қазақ тілі 109-ші сабақ келер шақ тақырыбын түсіндіретін боламын. Бүгін сіздер өлеңнің тақырыбы мен мазмұнының сәйкестігін анықтайсыздар. Етістікті келер шақта қолдана аласыздар. 22-ші жаттығуда берілгенде өлеңді мәнерлеп оқы деген. Отан, білімнен жұпар жинайын, еліме бақыт сыйлайын. Жүрекпен сүйіп отанды, жүрекпен мәңгі жырлайын. Отаным гүлге бөленсін, өзге елдермен теңелсін, амандық болса ағайын, бәрінде бірге көрерсін деп Нұрсұлтан Ғалымбекұлы жазған екен. Өлеңнің тақырыбы мен мазмұнына сәйкестігін анықтау керек, жетістіктерді табу керек, олар қашан болатын істі білдіріп тұр. Осы сұрақтарға өлеңнің тақырыбы мен мазмұнына сәйкес өлеңнің өзінде де отан туралы айтылған. Жинайын, сыйлаймын, жырлайын, бөленсін, теңелсін, көрерсін етістіктері. Етістіктер болашақта болатын істі білдіріп тұр. Яғни бұл келер шақ болып тұр. 23-ші жаттығуда берілген сөздер мен сөйлемдер құрастырып жаз деген екен. Етістіктерді тап, олардың қай жақта тұрғанын, қашан болатын істі білдіретінін айт деген екен. Мына жерде орта домалақта сөздер берілген. Осы сөздерден қазір сіздерге сөйлемдер құрастырып жазып көрсететін боламын. Міне сіздерге көрсеттім. Мен анама көмектесемін. Бірінші жақ келер шақ. Сен ағаңа көмектесесің. Бірінші жақ келер шақ. Сіз Маратқа көмектесесіз. Екінші жақ келер шақ. Ол апайға көмектеседі. Екінші жақ келер шақ. Біз достарымызға көмектесеміз. Бірінші жақ келер шақ. Сендер достарыңа көмектесесіңдер. Екінші жақ келер шақ. Сіздер апайға көмектесесіздер. Екінші жақ келер шақ. Олар анаңа көмектеседі. Үшінші жақ келер шақ. Дәл осылай жазып алыңыздар. Жалпы келер шақ деген етістіктері іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Келер шақ етістіктері не істеймін, не істейсің, не істейді сұрақтарына жауап береді. 24-ші жаттығуда өлеңге тиісті етістіктерді қою арқылы толықтырып жаз деген екен. Жан-жағында сөздер тұр. Болар, ерем, сүйемін, жүремін. Осыларды қойып, көкке ұшамын, ұшқыш болар баламын. Сонына ерем, Гагариндей ағаның. Батыр болам, көк аспанды сүйемін. Жұлдыздарға барып келіп жүремін деп осылай жазып сіздерге ұсындым. Көшіріп алсаңыздар болады. Бүгінгі біздің 25-ші жаттығуымызда бос төркөздерге сәйкес келетін етістіктерді тауып жаз деген. Бұл етістіктердің қай шақта, қай жақта тұрғанын дәлелде деген екен. Мын, міз деген сөздермен аяқталу керек. Міне, барамын, айтамын, жатамын, сатамын. Мын деген жалғаумен аяқталып тұр. Жүреміз, күлеміз, береміз, келеміз. Бұл етістіктер келер шақта айтылып тұр. Бірінші жақта жекеше және көпше түрде де тұр. 26-ші жаттығуда бағанның сол жағындағы сөздерді тиісті етістіктермен сәйкестендір депті. Міне көрініп тұр. Мағжан, естідік, ағаш. Енді осы сөздерді сәйкестендіріп сіздерге жазып көрсететін боламын. Міне, Мағжан ақылдасты, ағаш өсті, сабақ басталған, біз естідік, досы келді деп осылай сәйкестендіріп жазып ұсындым. Осы видеодағы жаттығулар сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіз. Соңына дейін қарап, менімен болғаныңыз үшін көп рахмет сіздерге.